Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Гаухар. Бүгін өте дәмді 3-ші жыл қатарынан жасап келе жатқан огоньоктың рецебімен сіздерге бөлісетін боламын. Видеоның описание бөліміне барлық құрамдарын жазып қалдырамын. Алдымен помидорларды жақсылатып жуып тазалап аламыз. Одан кейін огоньокқа негізінде етті помидорды қолданған жақсы. Сол кезде сіздің огоньогыңыз қою, қып-қызыл өте дәмді болады. Осылай мясорубкаға өткізу үшін ыңғайлы етіп бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Одан кейін огоньогымыз қою болу үшін мен 5-6 штук осындай тәтті балғар бұрышынан да қосамын. Тәтті балғар бұрышының жасыл, сары, қызыл түрінен де қосуға болады. Бірақ та мен барлығы түсі біркелкі болу үшін қызыл түрінен қосамын. Енді мясорубканың көмегімен барлық қызанағымызды, одан кейін сладкий перецтің барлығын осылай біркелкі етіп өткізіп алатын боламыз. Міндетті түрде дәл осы рецеппен жасап көріңіздер. Өйткені бұл рецеппен ешқандай да огоньокты біз қайнатпаймыз, яғни барлығын араластырып 10-15 минуттай бөлме температурасына қойып, одан кейін баклажкаларға құйып тастайтын боламыз. Енді помидорларымыздың барлығын өткізіп алғаннан кейін чеснок керек. Ащы болғанын қаласаңыз, чеснокты және де ащы бұрыштан көбірек қосуға болады. Бірақ та дәл осы рецеппен жасасаңыз, ащылығы орташа деңгейде болады. Өйткені менде үйдегілер көп ащыны жақсы көрмейді. Сол себепті огоньокты мен қатты ащы қылмаймын. Енді чеснокты мясорубкадан өткізіп болғаннан кейін ащы бұрыштан қосамыз, және де огоньогымыз атылып кетпеу үшін хрень болса, одан да хреннен қоссаңыздар болады. Енді дайын тұрған помидордың үстінен барлығын құямыз, дәміне қарай тұзын салып, жақсылатып барлығын осылай біркелкі етіп араластырамыз. Сонымен қатар достар, мен YouTube каналыма күнделікті неше түрлі жасалу жолы оңай осындай рецептермен бөлісіп отырамын. Қоңыраушаның белгісін басып қойсаңыз, қандай да осындай бір жаңа рецепт келсе, сізге бірден хабарлама келетін болады. Басты біздің огоньогымыздың ашып кетпеуіне ықпал ететін ол аспирин дәрісі. Ешқандай да әсер етпейді, уайымдамаңыздар. Әр килограммға бір таблеткадан қоссаңыздар болады. Мысалға 5 килограмм помидор болса, онда 5 штук қосамыз, 3 килограмм болса, онда әр килограммға бір штуктан 3 штукты қосатын боламыз. Дайын болған огоньокты енді баклажкалерге осылай әдемілетіп құйып шығамыз. Міндетті түрде дәл осы рецеппен жасап көріңіздер, өкінбейсіздер, қорықпаңыздар, огоньогыңыз ешқандай атылмайды, өте дәмді болып шығады. Рецепт ұнап жатса лайк басып, менің YouTube каналыма да тіркелеміз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.